Сәлем достар, мен бүгін өзімнің каналымда баклажаннан икра жасау рецептісімен бөліскім келеді. Алдымен кішкене өтінішім бар. Қазақ тілді арнамды қолдау мақсатында маған тіркеліп қоюыңызды өтінемін. Алдымен баклажанды кубиктап турап, тұз сеуіп, салқын су құйып, бетін жауып, 20-25 минут қойып қоямыз. Тұзды су баклажанның зиянды заттарын шығарып тазартады. Осы тұзды суға салып қойған уақыт арасында қалған көкөністерді дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп кубиктап турап дайындап қоямыз. Табаға май құйып қыздырып, қызып тұрған майға алдымен пиязды салып қуырып аламыз. Пияз кішкене қызару керек. Артынан сәбіз салып 10-15 минуттай қуырып аламыз. Сәбіз орташа отта қуыру керек. 15 минуттан кейін болгар бұрышын салып, бір араластырып қуырып аламыз да артынан қызанақты саламыз. Оны да кішкене қуырып алып, артынан тұзды суын төгіп тазартылған баклажанды салып, бір араластырып, бетін жауып 35 минут бұқтырып аламыз жай отта. Қыздар, осы рецептке керекті ингредиенттер, заттар видео астындағы описание бөліміне қалдырдым. Жаздың балғын дәруменге бай көкөністерімен түрлі дәмді тағамдар пісіріп жеп үлгеріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, осы рецептімен жасасаңыз, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырыңыз. Міне 35 минут уақыт өтті. Осы пісті деген уақытта укроп, чеснок, тұз салып араластырып, тағы 5 минут бұқтырып аламыз. Міне біздің баклажан икрамыз осымен дайын. Жасап пісіріп көріңіздер, ас болсын қыздар. Сіздермен бірге видеода Дариға каналыма тіркеліңіздер.